трещина. Келсеңізші, мынаны қарасаңызшы. Ловой трещина. Кеше мұздан болған. Ya, мынаны қараңызшы. Спичканы жағып жүрсіз, брат? Тағы жаға бер. Мынаны қараңыз. Ол екеуі жарылған ғой болған. Екеуі бірдей жарылмайды жар. Ой, андай. Жарылама. Летний ма? Иә. Алдың екеуі зимний. Бага жазыңызшы. Артында бар ма запаски жоқ қой? Ол да летний. По идее. 19-5-ің орындап жүріңізші, өтініш сізден. 19-5-ің орындап жүріңізші. 19-5-ің орындап жіберіңізші маған. 19-5-ің? Иә. Келіп. Öyle подполковниксіз ғой, білмейсіздер ме? Өз-өзіңіз таныстырасыз ғой. Не үшін? Танысайын сізбен обращение жасап тұрмын ғой. Автокөлік сіз жүргізушісіз ба? Мен жүргізуші. Иә. Енді қарасаңыз автокөліктің ақаулары бар екен. Отқан кезде көрмедіңіздер ме? Тексермейсіздер ме сонда? Біз күннің алдында тексеріп шығарады ғой. Департаменттен сіздерге не беріледі ғой? Полный тексеріс беріледі ғой бұған. Машинаны. Енді тексеріс. Болған күннің өзінде осындай замещание істеп жүрсіз ба? Подполковник болып, қасында ғана лейтенант, старший лейтенант болса жарайды, түсінерім да. Подполковниксіз да? Сіздерге бола береді, сонда заңды белшесін баса бересіздер. Жаңа мына жерде екі балдарды қинап, штраф салдырып жатыр. Мына жерге тұрған үшін. Сіз тура сіздікінен кішкентай лобовой трещина да? Сонда сіздерге ешбір заң жоқ па сонда? Заң бәріне бірдей. Заң бәріне. Енді 19-5-ің орындап жүрсеңізші, заң бәріне бірдей болса. Заң Қансайын сізбен? Заң бәріне бағын. Қансайын деді сізбен? 19-5-ің орындап жүрсеңізші. Мен шешем қазір мазасын ойнап. Окей. Мен сізге айтып жатырмын. Құрметті полиция қызметкерлері, өздеріңізде де осындай шеше бар екенін ұмытпаңыздар. Өйткені бұл Акация деген жерде, гүл сататын жерде, Чимкент қаласында көптеген машиналар тұрады. Бұл жерде гүлге келеді, біреуінің шешесінің, біреуінің тағы басқа әкесінің, тағы да 100-ден асып жатқан шеше апаларының туған күндері болып жатады. Сондай жерлерге гүл, торт алады бұл жерде. Соны ұмытпаңыздар. Осындай күн барлықтарыңыздың бастарыңызға туады. Сондықтан протокол тізіп, алдына келген машиналардың итін шығарып, біреуінің әйелі ауырып жатады, біреу сондайға, біреулер жаңалдегідей әртүрлі мағынада, әртүрлі мақсатта келеді бұл жерге. Сол себепті протокол тізіп, кешірім жоқ, әкімшілік хаттамаға деп тұрып алатындарыңыз қателіксіздердің. Тура осы қызметкер құсап, сөмірейіп тұрып қалмаңыздар. Тура сол күн бастарыңызға туады өздеріңіздің. Сондықтан халыққа кешіріммен қараңыздар. 19-5-ің орындап жіберіңізші, или қашып тұрсыз ба өз-өзіңіз таныстырудан? Енді сен шешең бар ма? Шеше бар бәрінде, иә? Бар, дұрыс па? Иә. Енді мен қазір сол кісі ауырып қалайын, кішкене көңіл көтерейін деп, неден анау-мынау бірдеңе алуға келдім, түсіндің бе? Гүл алып, торт алып жүрсіз ғой, жалпы. Иә, гүл торт алып жүрсіз ғой, иә? Служебный машинамен арты өзіңіз заңды белшесін басып жүрсіз. Өзі сіздерге заң жүрмейді, ешкім протокол тізбейді, иә? Ассалаумағалейкум. Құрметті Ержан Садент мырза, сізге осы видеоны жолдайтын боламын. Селый подполковник мырзамыз 27.01.2025 22-ден 38 кеткенде екі балоны, артқы балоны летний, лобовой трещина, соның барын көрсетіп жатсақ, аузы боғауызға толы. О шешеңнің дейді. Дәлше арқарай айтпай қойын. Осыларға халыққа андай қып заңды шығара бермей, осы кісілерімізге заңды күшейтесіздер өздеріңіздің қызметкерлеріңізге. Құрметті Ержан Садент мырза, және де генералдарымыз қатаң тиісті шарасын, протоколдарын сіздірсеңіздер мына кісілерге.